Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен мен Аяжан, және біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл қысқаша көбейту формулалары. Жалпы қысқаша көбейту формулалары дегеніміз бұл көп мүшелерді, яғни алгебралық өрнектері толық көбейтпей қысқа әрі тез есептеуге арналған арнайы математикалық формулалар екен. Яғни бізде қандай да бір есептер кезінде қысқаша көбейту формулалары тез әрі оларды тиімді шығаруға көмектеседі. Солардың бірі қазір сіздерге көрсететін болам. Бұл бізде бірінші формуламыз а квадрат минус б квадрат. Ол бізде а мен б-ның айырмасы, а мен б-ның қосындысы өрнектері өзара көбейеді. Яғни, мысалы, мына жердегі бірінші а мүшемізді осы екінші жақшада тұрған а қосылған б-ға бөлек-бөлек көбейтетін болсақ, а квадрат плюс аб а сияқты б мүшесінде екінші жақшадағы әрбір мүшеге көбейтетін боламыз. Сонда минус аб минус пен минусты береді б квадрат. Сол кезде аб минуспен абымыз өзара азайып, а квадрат минус б квадратымыз шығады екен. Бұл бізде бірінші формула. Ал екінші формуламыз бізде екі мүшенің өзара қосындысының квадраты. Яғни ол бізде а қосу б көбейтілген а қосу б болады. Жаңағы үстінде көрсеткендей әрбір мүшені өзара көбейтеміз. Яғни а квадрат қосу аб қосу аб қосылған б квадрат. Сонда а квадрат қосылған аб мен аб-ны қоссақ, бұл 2аб-ны береді, қосылған б квадрат. Үшінші формуламыз дәл осы сияқты, бірақ екі мүшенің айырмасының квадраты. Яғни бұл жерде а минус б өзара көбейтетін болсақ әрбір мүшеге, біз а квадрат минус аб және плюс б квадратты алады екенбіз. Минус аб мен минус аб-ны қоссақ, бұл бізде минус 2аб болады. Яғни а квадрат минус 2аб қосылған б квадрат болады. Және бізде төртінші, бұл бізде кубтық болады. Яғни а куб қосылған б куб. Бұл бізде бөлек жақшада а қосылған б, екінші жақшамызда а квадрат минус аб қосылған б квадрат болып ашылса, ал олардың айырмасы бізде а куб минус б кубтың айырмасы а минус б а квадрат қосылған аб қосу б квадрат. Және жаңағыдай, егерде бұлай барлық мүшелерді өзара көбейтіп шықсақ, біз осы екі мүшенің кубтарының қосындысын алады екенбіз. Қане біреуін тексеріп көрейік. А-ны а квадратпен көбейтсек, а куб қосылған азайтылған а квадрат б қосылған а б квадрат болады екен. Және де б-ны өзара әрбір мүшеге көбейтсек, қосу а квадрат б азайтылған а б квадрат қосылған б куб. Бұл жердегі а квадрат б-мыз бен а квадрат б-мыз азаяды. Және а б квадрат пен а б квадрат өзара азайып, тек қана а куб қосылған б куб формуламыз шығады екен. Және осы формуланы да үйсіп ашсақ, осы а куб және а куб пен б кубтың айырмасы шығады екен. Ендігі біздің 6-7 формулаларымыз. 6-7 формулаларымыз бұл бізде екі мүшенің қосындысының кубы және екі мүшенің айырмасының кубы. Яғни бұл жаңағыдай квадрат сияқты жазып шығайық. А қосу б мүшесін өрнегін үш рет бір-бірінен көбейтетін болсақ, бізде а қосу б, осыны әрбіреуіне көбейтетін болсақ, а квадрат қосу 2аб қосу б квадрат. Осыдан а-ны әрбіреуіне, б-ны әрбіреуіне көбейтіп шығайық әрбір мүшесіне. Сонда бізде а куб қосылған 2а квадрат б плюс а б квадрат қосу а квадрат б
қосу 2ab квадрат қосу b куб. Сонда бізде а куб қосу 2ab а квадрат b қосамыз а квадрат b-ға 3а квадрат b болады. Қосамыз осы екеуін 2ab квадрат пен ab квадрат 3ab квадрат қосу b куб. Сонда бізде екі мүшенің қосындысының кубы осылай шығады екен. Бұл 6-шы формула. 7-ші формуламызды дәл солай жазатын болсақ, бұл бізде а минус b куб, а минус b, а минус b, а минус b, бізде а квадрат минус 2ab плюс b квадрат а минус b-ға көбейтеміз. Сонда бізде а куб минус 2а квадрат b плюс аб квадрат минус а квадрат b плюс 2аб квадрат минус b куб. Бұл жерде яғни минус пен минус екеуі плюсті береді, ал минус пен плюс ол бізге минусты береді. Сонда а куб минус 3а квадрат b, яғни осылар, және осыларды плюс 3аб квадрат минус b куб. Сонда екі мүшенің айырмасының кубы а куб минус 3а квадрат b плюс 3аб квадрат минус b куб болады екен. Міне осы жерде осы жаңағы алып шыққан формулаларымыз өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Есте сақтап, қиын есептер кезінде осы қысқаша көбейту формулалары арқылы оларды жеңіл әрі тез шығаруға болады. Енді практикалық есептерге назар аударсақ, қара түсті белгілеп алайық. Бұл жерде біз не істеуге болады? Бұл жерде біз x куб x квадрат деп тұр. Оны x квадраттың жақсан шытына шығарып, x минус 6 деп. Мына жақтағы өрнекті мына жаққа аударсақ, минус 6 плюс x тең 0 деп. x квадрат x минус 6-ны қосылған x минус 6 деп жазсақ, біз бұл жерде екі жақшаны аламыз, яғни ортақ x минус 6-ны бөлек жақшаға алып, осы жақта қалып қойған x квадрат қосу 1 деп, оны теңестіреміз 0-ге. Бұл жерде көбейту арасында екі өрнектің арасында көбейту болғандықтан, оларды жеке 0-ге теңестірсек, x тең 6-ға x квадрат минус 1, бұл бізде бос жиын болады, себебі ешқандай санның квадраты минусқа тең болмайды, қандай да бір минус санға. Екінші есепке назар аударсақ, бұл жерде біз x квадратты жақсан сыртына шығарып, дәл жаңағыдай y квадратты жақсан сыртына шығарып, y қосылған 3-ті аламыз, ал бұл жерде минус 4-ті жақсан сыртына шығарсақ, y плюс 3 деген сандар қалады, және де бұл жерде ортақ бізде y плюс 3-ті бөлек жақшаға алып, y квадрат минус 4 тең 0 өрнегін аламыз. Сонда y плюс 3 тең 0 дегеніміз y минус 3, y квадрат тең 4-ге, сонда y бізге плюс минус 2-ге тең болады екен. Екінші, бұл жерде бізге жаңағы қысқаша көбейту формуласында екі мүшенің қосындысының кубы арқылы осы өрнекті ашатын болсақ, яғни x куб плюс 3x квадрат көбейтілген 2 қосылған 3x қосылған 2-нің квадраты қосу 2-нің кубы тең болады x куб
қосылған 8. X куб қосу 6x квадрат қосу 2-нің квадраты 4, 4-ті 3-ке көбейтсек 12x қосу 2-нің 3 дәрежесі 8, x куб қосылған 8. Бұл жерде біз x куб пен 8-ді мына жаққа минус қып жіберсек, x куб пен x кубымыз қысқарады, 8 бен 8 қысқарады. Бұл жерде біз 6x-ті жақшаның шартына шығарып алады. Сонда жақшаның ішіне x қосылған 2 өрнегі қалады. Сонда оны 0-ге теңестіреміз. Сонда 6x тең 0. Бұл x-іміз 0-ге тең. Және x плюс 2 бұл бізде 0-ге тең, x тең минус 2. Екінші есепке назар аударатын болсақ, дәл жаңағыдай екі мүшенің айырмасының кубы формуласы арқылы осы өрнекті ашатын болсақ, 9x куб минус 3 көбейтілген 3x-тің квадраты көбейтілген 1 қосылған 3 көбейтілген 3x қосылған 1-дің квадраты. Қосу емес, азайту болады. Азайтылған 1 тең 27x куб минус 1. Бұл жерде не істейміз? Яғни, бұл жерде 3-тің кубы негізінде. 27x куб минус 9 көбейтілген 3 27x плюс бұл жерде 9x минус x квадратымыз ұмытпаймыз. 9x минус 1 минус 27x куб минус 1. Және бұл жерде жаңағыдай 27x куб пен минус 1-іміз қысқарады. Сонда бізде минус 27x квадрат қосылған 9x тең 0. Және де мына жерде біз 9-ды жақшаның сыртына шығарып жіберсек, 9x-ті бізде минус 3x қосу 1 тең 0 болады. Сонда 9x тең 0-да x тең 0-ға минус 3x қосу 1 тең 0-да минус 3x тең минус 1 x тең 3-тен 1 шығады екен. Бұл жерде осылай қысқаша көбейту формуласы арқылы жақшамызды ашсақ болады, немесе a куб минус b куб арқылы осы өрнекті жіктеп, сонда бізде 3x минус 1 қалады. Мына жерге қазір көрсетіп жіберейін. 3x минус 1 кубы тең болады 27x куб минус 1-дің екі мүшенің кубтарының айырмасы формуласы арқылы ашатын болсақ, бізде 3x минус 1 сонда a-ның квадраты, яғни 3x-тің квадраты қосылған 3x көбейтілген 1 қосылған 1-дің квадраты. Сонда 3x минус 1 тең болады 9x квадрат қосылған 3x қосу 1. Сонда мына жақтағы 3x минус 1 мен азайып, қысқарып, мына жерде квадрат қалады. Мына жерде квадратпен ашып, осы екеуін өзара теңестіреміз. Қазір оның үстіне жазайын. Мына жерде 3x квадратты 3x минус 1-дің квадратын ашатын болсақ, 9x квадрат минус 6x плюс 1 тең болады 9x квадрат плюс 3x плюс 1.
9x квадрат пен 9x квадрат және бірлер өзара қысқарып минус 6x-ымызға минус 3x тең 0 деп барады. Сонда минус 9x тең 0. X тең 0 шығады. Және де біз мынаны қысқарылған кезде оны ұмытпаймыз. Бөлек тағы да 3x минус 1 тең 0-ға деп x тең 3-тен 1 деп жаңағы шыққан нәтижемізді көре алады екенбіз. Келесі есептерді жалғастырып шығарайық. Бұл жерде бізде қысқаша көбейту формулаларын негізінде пайдалануымызға болады. Бірақ та біз оны ашып көрейік. Бірінші есепте 6x квадрат плюс 1-дің квадраты x квадрат плюс 2x қосу 1 десек, қосамыз. Бұл бізде 2 көбейтілген 2x куб минус 1-дің кубы формуласын береді. Және де 2 минус 2x куб плюс 3x квадрат қосылған 3x қосу 1 тең 32-ні берсе, 6x квадрат қосылған 12x минус плюс 6 қосылған 2x куб азайтылған 2 2x куб азайту 6x квадрат азайтылған 6x азайтылған 2 тең 32. Бұл жерде бізде 2x кубтарымыз азайтылады. 6x квадраттарымыз азайтылып кетеді. 12x азайтылған 6x бізде 6x-ті берсе, 6 азайту 2 бізде қосу 4. Және мынау 6 бар, 2 минус 2 бар, минус 2 бар, тағы да минус 2 тең 32. Сонда 6x тең 32. Мына жерде 2 азайтылып келеді. X тең 30 бөлінген 6 бізге 5-ке тең. Бірінші есебіміз шықты. Енді келесі екінші есепті жазайын. Мынаны өшіріп тастайық. Өшіріп тастасақ. Екінші есебіміз жаңағыдай жақшыларды ашайық. 5x x квадрат минус 6x қосылған 9 азайтылған бізде бұл жерде 5x куб минус 3x квадрат қосылған 3x қосу азайту 1 қосылған 15x квадрат минус 4 тең 5-ке. Бұл жерде 5x куб азайтылған 30x квадрат қосылған 45x азайтылған 5x куб қосылған 15x квадрат минус 15x қосу 5 қосу 15x квадрат азайтылған 60 тең 5-ке. 5x куб пен 5x кубымыз азаяды. 30x квадрат, 15x квадрат, 15x квадрат, олар тоже өзара азайып, бізде 45x азайтылған 15x 30x-ті берсе, және жай сандарымыз 5 пен 60 қалады, минус 55 тең болады 5. Тең болады 5, сонда 30x тең болады 60, 30x тең болады 2. Енді үшінші есепке кезек беретін болсақ, бұл бізде
куб екі мүшенің қосындысының кубы бізде x куб қосылған 6x квадрат қосу 3 көбейтілген 2-ның квадраты бізде 4 12x қосу 8 минус x 9x квадрат плюс 6x қосу 1-ді берсе, плюс мына жерде бізде 8x куб азайтылған 4x қосу 4x квадрат қосу 2x плюс 4x квадрат минус 2x қосу 1 тең 42-ні береді екен. Бұл жерде x куб плюс 6x квадрат плюс 12x қосу 8 азайтылған 9x куб минус 6x квадрат минус x қосылған. Бұл жерде 4x квадрат пен 4x квадрат қысқарады және 2x пен 2x азайтылып 8x куб қосу 1 тең 42-ні береді. X куб қосу 9x куб бұл бізде минус 8x куб және 8x кубпен олар бір-бірімен азайып x кубтар жойылып кетеді. 6x квадрат минус 6x квадрат азаяды. 12x минус x 11x қосу 9 минус тең 42 11x тең 33 x тең 3-ке. Осылайша біз қысқаша көбейту формулаларын өткен болатынбыз. Ол барлығы осы 7 формуладан тұрады. Осы формулалар арқылы біз берілген өрнектерді оңай өрнектеп, яғни егерде осындай ашылып берілген өрнектерді осылай бір өрнекке жинап, оларды бір-бірімен қысқартып, неше түрлі амалдар жасауға тиімді болғандықтан олар қысқаша көбейту формулалар деп аталады. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.